Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз араласымдар қосу және азайту. Енді осы араласымдар қосу және азайтуға қатысты мен мысалдармен түсіндірейін. Бірінші мысал келтірге. Бұл мынандай мысал. 1,5-тен 3 қосылған 2,5-тен 1 деген санды қосу керек болсын. Тең болады. Енді қараңыздар. Араласым дегеніміз ол жалпы бүтін бөліктен және жай бөлшек бөліктен тұратын сандар. Міне, мысалы бірінші санның бүтін бөлігі 1, ал бөлшек бөлігі 5-тен 3. Екінші санның бүтін бөлігі 2, оның бөлшек бөлігі 5-тен 1. Енді алдымен бүтін бөлікке бүтін бөлікті қоса аламыз. Ол кезде 3 бүтін болады. Қосу дейміз. 5-тен 3-ке қосамыз 5-тен 1-ді. Тең болады. Бүтін бөлік сол күйінде жазылады. 5-тен 3-ке 5-тен 1-ді қосқан кезде бөлшектің бөлімдері бірдей болғандықтан екеуінде ортақ бөлімі 5 болады. Сондықтан 5-ті жазамыз. 3-ке 1 қосамыз. Яғни 5-ті 5-ке бөлген кезде мына жерде. Мына 5-ті 5-ке бөлген кезде ол 1-ден келеді мұнда, мұнда да 1-ден келеді. Сондықтан 3-ті 1-ге өткенде 3 болады. Қосу 1-ді 1-ге өткенде 1 болады. Тең болады. 3 бүтін мынау 5-тен 4 болады. 5-тен 4. Яғни қараңыз, мына жерде қосу таңбасы ол бүтін бөлікке бөлшек бөлік қосқан кезде бөлшек бөлік бүтін бөлікті қасына тіркеліп жазылады. Сонда 3 бүтін 5-тен 4 болып жазылады. Екінші мысал. Енді азайту. 8 бүтін 9-дан 7 азайтылған 5 бүтін 9-дан 2 дейді. Тең болады. Қараңыздар. Мына жерде азайту болғандықтан біздер бірінші бүтін бөліктен бүтін бөлікті азайтып аламыз. Сонда 8-ден азайтамын 5-ті, қосамын, енді бөлшек бөліктен бөлшек бөлікке азайтамыз. 9-дан 7-ден азайтамын 9-дан 2-ні. Қараңыздар. Бірінші бүтін бөліктен екінші бүтін бөлікті азайттым. Және бірінші бүтін бөліктің бөлшек бөлігінен екінші бүтін араласымның бүтін бөлшек бөлігін азайтып отырмын. 8-ден 5-ті азайтқан кезде ол 3 болады. Қосу 9-дан 7-тен 9-дан 2. Екеуінің ортақ бөлімдері бірдей болғандықтан ештеңе кереміз, яғни мына 1-ден келді, мында 1-ден келді. Санды 1-ге өткенде ол өзі болады. Сондықтан 9-дан 7 минус 2 болады. Тең болады. 3 қосылған бұл 9-дан 5 болады. Ол тең болады. 3 бүтін 9-дан 5 болады. Келесі мысал. Үшінші мысал мынандай. 4 бүтін 6-дан 5 қосылған 2 бүтін 8-ден 3 деген мысал. Енді қараңыздар. Мына біз қарадық. Бөлімдері бірдей сандарды, араласымдарды қосуды немесе азайтуды қарастырып шықтық. Бөлімдері бірдей болса дейді. Мұнда 5 болды, мұнда 5 болды, мұнда 9 болды, мұнда 9 болды. Яғни бөлімдері бірдей болып тұр. Ал енді бөлімдері әртүрлі араласымдарды қалай қосады екенбіз. Ол үшін бірінші манағыдай бүтін бөлікке бүтін бөлікті қосамыз. Яғни 4-ке 2-ні қосамыз. Сосын қосу дейміз. 6-дан 5 қосылған 8-ден 3 дейміз. Тең болады. 2-ке 4 қосқан кезде ол 6 болады. Қосу дейміз. Мына жерде ортақ бөлім, 6 мен 8-дің ортақ бөлімі ол 24 болады. Сонда қараңыздар. Мұнда 4-тен кет, мұнда 3-тен кет. Өткен 24-ті 6-ға бөлем 4 болады. 24-ті 8-ге бөлем 3 болады. Енді 4 жердегі 5-ім ол 20 қосылған 3 жердегі 3-ім ол 9. Тең болады. 6 қосылған 24-тен 29 болады. Енді қараңыздар. Мына жерде мынау бір случай болып кетті. Яғни біздер 6 бүтін 24-тен 29 айтып береміз. Ондай сан болмайды. Сондықтан мына бір случайды біз кәдімгі араластан айналдырамыз. Яғни 6 қосылған мынау 1 бүтін 24-тен 5 болады. Өткен қараңыздар. 29-ның ішінде 24 біреуі бар. 29-ның ішінде 24 бір рет кездеседі. Сондықтан 1 бүтін бұл алдына түседі. Енді қараңыздар.
бүтін санға 6-ға 1,24-тен 5 қосқан кезде қалай болады? Ол бүтін бөлікке қосылады, бөлшек бөлік тіркеліп жазылады. Сонда 6-ға 1 қоссам 7 болады, 24-тен 5 болады. Сонда 7,24-тен 5 деген сан шығады. Келесі мысал, 4-ші мысал, 6,8-ден 7 азайтылған 4,3-тен 2 дейді. 4,3-тен 2 тең болады. Енді қараңыздар, мына жерде біздерде аралас сандарды бір-біріне азайту керекпіз. Ол үшін біздер екеуін де ортақ бөлімге келтіріп алдымен азайтпастан бұрын. Қараңыздар, мынау 6,8-ден 7 болып тұр, 4,3-тен 2 болып тұр. 8 пен 3-тің ең кіші ортақ еселігі ол 24 болады. Сондықтан 6,8-ден 7-ні мұнда 3-ке көбейтем, мұнда да 3-ке көбейтем. Мұнда 24-тен 21 болады. Азайтылған 4 мұнда 8-ге көбейтеміз, мұнда да 8-ге көбейтеміз. Сонда 4,24-тен 16 болады. 8 2 16 тең болады. Енді қараңыздар, ең басты, мына азайту орнамастан бұрын ең басты назар аударатын жеріміз ол 21-ден 16 азайтыла ма? Соған қарап көрсе, 21-ден 16 азайтылады, бөлімдері бірдей, бүтін бөліктен бүтін бөлік азайтылады. Яғни 6-дан азайтамын 4-ті, қосамын бөлшек бөліктен бөлшек бөлшекті азайтамын. 24-тен 21-ден азайтамын 24-тен 16-ны тең болады. Жақсы жабылады. 6-тан 4-ті айтқан кезде 2 болады, қосылған 24-тен 21 азайтылған 16 болады. Ол тең болады 2 қосылған 24-тен 5 болады. Ол тең болады 2,24-тен 5 болады. Келесі мысал. 5-ші мысал, 8,5-тен 1-ден азайтамыз 3,9-дан 4. Яғни бұл жерде де бөлімдері әртүрлі, яғни мынау 45-тен келеді. Сонда 8,45-тен 9 болады, өйткені мұнан 9-ға көбейтемін, мұнан да 9-ға көбейтемін. Дәптерге жазған кезде бұны сізде көрсетудің қажеті жоқ бұл жерде. 45-тен 9 азайтылған 3 мұнда да 45 болу үшін мен 5-ке көбейтемін, мұнда 5-ке көбейтемін. Сонда 45-тен 20 болады, тең болады. Тағы да. Енді қараңыздар, мына жерде біздер азайта аламыз. Бүтін бөлікті азайта аламыз, ал бөлшек бөлікті азайта алмайды, өйткені екеуінде бөлімдері 45 болып тұр міне, алымдары мұнда 9, мұнда 20 болып тұр. Сондықтан мынаған тағы 45 деген санды қосып жібереміз де бүтін бөліктен бір санды азайтамыз. Яғни қараңыздар, 8,45-тен 9 дегенді біз қалай жазамыз? 7,45-тен 9-ға 45 қосып жіберем. Ол 54 болады. Азайтылған 3,45-тен 20 тең болады. 7,5-нен 3,5 айтқан кезде ол бірден жазайын 4 болады. 45-тен болады. 54-тен 20-ны азайтам 34 болады. 4,45-тен 34 деген сан шығады. Келесі 6-шысы. Бүтін санның араласында дейді дейді. Мысалы 6,10-нан 3 дейді. Ол үшін не істейміз? Мана бүтін санға қосу болатын болса, онда бүтін бөліктен қосамыз да жай өлшек тіркеп жаздық. Мысалы, мына жерде қосу болатын болса, 6,9 қосамыз, сонда 15 болады. 15,10-нан 3 болады. Ал азайтатын кезде біз бүтін бөліктің қасында жай бөлшегі жоқ, ол үшін не істейміз біз? Бүтін бөліктен бір сан шегереміз. 8 бүтін болады. Бір бүтіннің қасында жоқ болғандықтан біздер 10-нан 10 деп жазамыз.
яғни мынау 10-ды 10-ға бөлгенде 1 болады. Сонда мына жерде 8,10-дан 10 болады дейді. Енді қараңыздар. Азайту 6,10-дан 3 тең болады. 8,6 айтқан кезде ол 2,5 болады. 10-нан 3 айтқан кезде ол 10-нан 7 болады. Яғни екеуінде бөлімдер бірдей. Олар осы тек алымдардың біріне азайта аламыз. 10-нан 3 азайтамыз. 2,10-нан 7 болады. Тағы бір мысал келтіріп жіберейін осындай. Мысал қараңыздар. 5,5-нен азайтамын 3,4-тен 2-ні. Бұл тең болады. 5,5-нің өзін 4,4-тен 4 деп аламын. Яғни 1,5-ні алып тастаймын, шегіп тастаймын. Мынаның бөлімі 4 болғандықтан 4-тен 4 деп аламын. 3 болса 3-тен 3 деп аламын. Азайтылған 3,4-тен 2 тең болады. 4,5-нен 3,5-ді азайтқан кезде ол 1,5 болады. 4 бөлім жазылады. 4-тен азайтамын 2-ні, ол 2 болады. Сонда 1,2-ден 1 деген сан шығады. Яғни 2 мен 4 қысқарып кетеді. Тағы бір мысал келтірсек. Мысалы 8 минус 7,6-тан 5 тең болады. Мысалы 8-дің өзін 7,6-дан 6 деп жазаламыз. Яғни мына бөліміне қараймыз. Ең басында мына жерде болу керек. Сосын мына жерде болу керек. Мысалы мынада мына жерде қараймыз. Яғни 10 болса 10-нан 10 деп аламыз. 4 болса 4-тен 4 деп аламыз. 6 болса 6-тан 6 деп аламыз. Азайтылған 7,6-тан 5 тең болады. 7,7 азайтқан кезде 0,5 болады. Оны жазудың қажеті жоқ. 6-тан 6-тан азайтамын 6-тан 5-ті. Сонда 6-дан 1 болады. 0,5 деп жазбаймыз. Сондықтан 6-тан 1 болады.